Сәлеметсіздер ме балалар, бізде өзін-өзі сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дербестік пен жауапкершілік. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын 5 ережесін есімізге түсіріп алайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Балалар, ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Балалар, бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып үйренеміз. Оқушылар, үйге өтініш мәтінін оқып келуге берілген болатын. Қайырбектің істегені дұрыс па? Жауапкершілік дегенімізді қалай түсінесіңдер? Оқушылар, бүгінгі сабақтың дәйек сөзі жауапкершілікті сезінуден жан атаулы биіктейді. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Жауапкершілік деген не? Оқушылар, бүгін мен сендерге толағай аңызын оқып беретін болам. Бұрынғы өткен заманда Апайтөс арқаның бел ортасында бір қауымдық жұрт өмір сүріпті. Шұрайлы жерден қоныс алған малға да жанға да бай өлкен тұрғындары бізде барлығы да бар, бірақ сол мал-жанды қорғайтын батырымыз болса екен деген бір ғана армандар болыпты. Күндердің күнінде бір отбасында алтын айдарлап алып бала дүниеге келіп, ел жұрты болып үлкен той жасайды. Сол нәресте жыл санап емес, күн санап ер жете бастайды. Туған туыстары да көркейіп келе жатқан баланы өз атымен атамай көз тимесін деп толағай дейтін болыпты. Сөйтіп баланың аты толағай атанып кетеді. Күндердің бір күнінде жер қуаңшылық тартып, жаңбыр болмай ел күйзеліске ұшырайды. Халықтың басына түскен ауыртпалық толағайды қатты мазалапты. Сонан бері толағай Дана деген қарт ақсақалға барып ақыл сұрапты. Сонда қарт айтқан екен: "Қарағым, толағай, біздің жеріміз жазық, бұлт үйіріліп тоқтайтын тауы жоқ. Жаңбырдың болмауы сол себептен" дейді. "Толағай ата, сіз рұқсат етсеңіз, мен барып бір жерден тауды арқалап алып келсем болмай ма?" дейді. Сонда қарт айтқан екен: "Шырағым, толағай, еліңді ойлап егіліп тұрсың-ау, тау арқалап әкелу оңай емес. Дегенмен ондай талабың болса, оңтүстік өлкеде Алатау деп аталатын таулардың атасы бар. Рұқсатты содан сұрарсың" деп батасын береді. Сөйтіп тауды арқалап әкелуге сайланған толағай сапарға шығыпты. Арада ай өтеді, жыл өтеді. Бір күндері ақ басты Алатауға жетіп, "Ассалаумағалейкум" деп сәлем беріпті. Өзінің талап-тілегін айтыпты. Маңғаз бір Апайтөс кең кеуделі. Алатау талапты ерге зор қошемет көрсетіп, етегінде орналасқан бала тауды толағайға арқалатып қоя береді. Алғашқыда аяғын ширап басқанымен иығына түскен салмақ еңсесі басып бірте-бірте әлсірей бастайды. Арада көп уақыттар өтеді. Арқасында тау әбден әлсіреген толағай елінің шетіне іліге бере тізесі бүгіліп құлап түседі де ұйқыға кетеді. Арқасындағы тау болса батыр жігіттің үстінен басып қалыпты. Сонан сол толағай бүгінге дейін тау астында ұйықтап жатыр дейді. Ал әлгі бала тауды ел толағай деп атап кетіпті. Балаға неліктен толағай деп ат қойды? Толағай не үшін тауды арқалап келмекші болды? Толағайдың іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Елге қызмет ету дегенді қалай түсінесіңдер? Дербес адамның қандай үлгі алуға болады? Айтып беріңіздерші. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ, 5-ке 5-ті қосайық, болып шықты 10 саусақ. Оқушылар, дәптерімізді ашып шығармашылық жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма: дербес адам қандай? Осы сұраққа ойланып, дербес адамды сипаттайтын сөздерді тауып жазыңыздар. Суретте бейнеленген көбелектің қанатындағы сұрақтарды оқып, оларға жауап жазыңыздар. Оқушылар, барлығымыз дос болайық, бәріміз өлеңін бірге айтайықшы. Оқушылар, үйге тапсырма: өрт мәтінін оқып келу.